Баршаңызға сәлем достар. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте дәмді әрі жұмсақ болып пісетін керемет етті пирог рецептімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің видеоларымды жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Пирогымыздың қамырына қажетті ингредиенттер: 450 грамм ұн, 100 грамм жылы су және 100 грамм жылы сүт керек, және 75 грамм өсімдік майы, 10 грамм ашытқы және 5 граммнан тұз бен қант керек. Ең алдымен жылы сумен сүтімізді құямыз. Тұз бен қант салып араластырамыз. Өсімдік майын құямыз. Құрғақ ашытқымызды салып, ергенше араластырамыз. Енді біртіндеп араластыра отырып, ұнымызды саламыз. Ұнымыз жоғарғы сұрыпты болу керек. Міне қамырымызды елеп болдық. Қамырымызды нығыздап елеп болған соң, орамалмен бетін жауып, жылы жерге 1 сағатқа қоямыз. Қамыр көтерілген соң, үстінен 1 рет басып, тағы да жарты сағатқа қойып қоямыз. Қамыр дайын болғанша салмамызды жасаймыз. Ең алдымен картопымызды және пиязымызды 4 бұрыштап, ұсақтап турап аламыз. Фаршымызды салып араластырамыз. Дәміне қарай тұз және қара бұрыш салып, сәл ғана өсімдік майын құйып араластырамыз. Дайын болған қамырымызды екіге бөлеміз. Бір бөлігін үлкендеу етіп бөліп, домалақтап жайып аламыз. Қамырдың үлкен бөлігін пергамент қойылған табаға саламыз. Салмасын тегістеп саламыз. Жайылған екінші қамырдың бөлігін фарш салынған қамырдың үстіне қойып, шетін өріп бекітеміз. Бетін өрнектеп кесеміз. Немесе шанышқымен тесіп қойсақ болады.
Жұмыртқаның сарысын жағып, духовкаға 160 градуста 40 минут пісіреміз. Духовкамызды алдын ала қыздырып аламыз. Астарыңыз дәмді болсын. Келесі видеомда кездескенше.